Исламдоров, Сасық құлақ әңгіме. Сасық құлақ, бар ақырқы пардаға отыршы, құлағыңның сасығы чыдатпай атат. Сасық құлақ, деп класстағы балдар Зебоны шылдыңға алып жатышты. Зебо 5 А қырғыз классында оқыған жалғыз өзбек қызы. Bir кезде құлағы орып, ирең ағып, құлағынан жағымсыз жеткелген үшін классташтары адаттағыдан көбірек кемсітіп қалышқан. Құлағы алды қачан айығып, жағымсыз жіттан арылса да, жағымсыз лақап жауышты да қалды. Сасық құлақ. Азырда мына мұғалім дайымқыдай тапсырма беріп қойып сыртқа шығып кеткенде, балдар Зебоны қайырдан кекетіп мұқыда башташты. Зебо бұлардың ермеге, ушының барына қайрат четтен көз салып отырған. Ал іштен Зебо көрген қордыққа зейіні кейіп тұрса да, классташтарының жанында абыройын жоғатып, топтан бөлініп қалғысы келбейді. Зебо алақан менен құлақтарын бекем жап, ежейден жаттағыла деп айтып шығып кеткен жаңылмачын үн шығара оқи баштады. Бұғынын бұғын қара, бұғынын мұғын қара, мұңды бұғынын бұғын қара, бұғынын бұғын айтайын сыға, деп қайра-қайра қайтылап, денесін қалтырақ басқан Зебо өз алдынша аламда башқа еш нәрсе оқыс келбегендей көрінді. Қайрат мұғалім отырчу үстелдің астындағы сағатқа қарады. Қоңырауны күтіп отырады ал. Қоңырау қағылары менен сабақ бүтөт. Оқушылардың бары китеп дептерлерін рюкзакқа салып, кейінгі сабаққа жөнөшөт. Келерки сабақтан мұғаліме бұл ежейдей жақшы емес. Ал сабағын таштап кетіп қалбайды. Ал қоңыраудан қоңырауға чейін оқушыларды қиынағанды жақсы көреді. Қайрат орнынан тұрды да Зебо отырған қатар менен Сағын тарапқа басты. Сағын анан дағы 2-3 бала болып, бұлар чүке ойнағанға маш. Ал Зебоға жақын келгенде Зебоның жаңы қызыл пеналын маңдайында отырған балдардың бірі қоқыс қолы тиген болып партадан түртіп салды. Бұл пенал Зебоның қалемдерін салчу сүйікті бұйымы. Шетелде іштеп жүрген атасы ақырқы келгенінде қызына те Москвадан алып келген. Зебо дару пеналды көтіргенге ұмтылды. Ошыл учурда жердегі пеналды бағамдабай баратқан Қайрат аны байқабай тейіп жіберді. Зебоның қолы жетерде қоз қалем құты 2 қадам ары ырғып кетті. Бұға балдардың бары бұр езілгенше қатқырып күліп жатышты. Зебо орнынан тұра қалып, ый аралаш қиқырып кірді. Мен сілерге мұнчалық емне жамандық қылдым еле. Мені емне мұнча жек көресіңдер. Өзбек болғаным үшін бе? Емне күнәм бар, емне күнәм үшін. Сасық құлақ дейсіңер, бағылы сасыбай қалбады ол құлағым. Ушлеле құлағым бі? Мұна жаптым құлағымды, сасыбайды башқа. Деді да, чөнтөгінен пақты алып құлақтарына ойды келді тығып жатты. Біразға тыншып қалған класс Зебоның құлақтарынан учу алып шығып тұрған пақтаға андан бетер қатқырып кірді. Зебо бұл учурда аға еш нәрсе көмек болбой тұрғанын, аны ешкім түшінбей тұрғанын, ешкім аны қаул албай тұрғандығын сезді. Айланаға қараса, дуалда илініп тұрған жазуучы ақындардың портреттері. Зебоны қайдыгер ғана қарап тұрышады. Ал бұл шылдыңға чыдабай барып, жерде жатқан пеналын алып, рюкзагына салды. Башын ылдый салып, класстан шығып кетті. Класс бір сағымға тынып, ортада бір осол тыныштық жаралды ұқшайды. Бирок ал көпкө созулган жок. Ар ким кайрадан 2-3төн болуп бөлүнө өз алдынча маектешип шаракташуу кайра уланды. Кайратты Зебонун сөздөрү ойлондуруп койгонсо да, бир четинен ал пеналды атайлап тепкен жок да. Класста балдардын каткырыгы, кыздардын шыбырашып отурган үндөрү ушул учурда Кайратка жат же жаман угулуп жүрөгү кысылып чыккансы да. Ал терезе жакка басып келип мектептен чыга беришин карады. Ак бантик, кара формачан Зебонун мектептен чыгып, те алыстап баратканы көрүнөт. Ал Зебонун артынан коңгуроо чалынгычакты карап туруп калды. Эмне, чүкө ойнойлубу? Кеттик азыр, чоң тыныгуда кетип калалы. Хей, болбосо кармалып калабыз, деди Сагын Кайратка. Сайпагайды билесиң ғой, бир да сабакты калтырбайт. Шарипов, богуңду мыжыгып отурасың бе? Деген сөздөрүн кучакты, каштык досум. Асман берен серин булут, ауада мелүүн жел.
Алыстан шарқыраған суунун үнү угулат. Алар адатта ойноочу жерине келишти. Бактуу, көлөкөлүү, анан да мугалимдер, чоңдор билбеген жер бул. Асынган рюкзактарын ыргытып, жеңдүүлөрү түрүнүп, жеңсиздер колундагы чүкөлөрүн айлантып, сабырсыз. Көп күтпөй оюн да башталды. Чүкөнүн кызыгына жеткенде, Кайраттын көзүнө бактардын тереңинде бир кыймыл байкалгансыды. Биринчи болуп ага ак бантик көрүнүп, анан гана баг артына жашынып карап турган Зебону байкады. Зебо бул жерге ыйлап жаттап жаткан жаңылмачындагы бугу сымал арманын төгүп алганга келген го. Эми ментип балдар келгенде кете албай тура. Ары жагы дарыя, бери жагы тынчтык бербеген классташтары. Кайрат Зебону байкаса да байкамаксан түр жасады. Зебо алгач Кайратты анын жашынып турганын ашкерек кылабы деп коркуп турду, бирок анын андай ниети жоктугун түшүнгөндө бир аз жаны жай ала түштү. Ал улам бактын артынан бери чыгып, качан кетишет болду экен деп күтө баштады. Кез Кайрат менен көздөрү кезигише түшөт. Зебо бирде жерден таш алып, топ таш ойноп кирсе, бирде жанагы кызыл пеналынан калемдерин алып, чөптүү жерге жата калып сүрөт тартып берет. Балдардын кетерин күтүп отуруп уйкуга кетти ал. Кайрат Зебону эми такыр башка көздөр менен карап жатты. Зебого эми сасык кулак деген лакап такыр жарашпай жаткандай. Ал Зебого ыңгайы келгенде көз салып коет. Бирок эгер жанындагы балдар Зебону байкаса, тынчын алмак. Ал болгону кез Зебонун ширин уйкудагы жүзүнө карап коет. Зебонун жумулган көздөрү, узун кирпиктери Кайраттын жүзүндө назик чылмаюу жаратат. Азыр менин кезегим келди, энеңде. Турар. Кандай ченеңди? Энеме тийбе. Сагы менен чүкөлөчтөрдүн бири уруша кетти. Бирок сабыр кубаттуу, лөкүйгөн балада. Тумшуктан ары чапты эле, тигини сыйлап, "Оом айтам сени" деген бойдон кетти. Оюн узакка уланды. Жамгыр тамчылап баштабаса, булар дагы деле оюнга тоймок эмес. Кайраттын көзү кайрадан Зебого түштү. Зебо жүзүнө жамгырдын тамчылары тийгенде гана уйгонду. Ойконгондо гана ал Кайраттын ага тигилип турганын байкады. Жамгыр күчөдү. Балдар да үйлөрүнө качышты. Үйгө чуркап келип Кайрат рюкзагын ыргытты да кийимин шаша-буша алмаштырып, атасынын кол чатырын алып сай тарапка чуркады. Кайраттын жаан төккөн сайын сайдагы ушул чоң көпүрөгө келип селди тосмою бар. Алдына чыккандын баарын кулатып, кыйратып, сындырып, дөөдөй күч менен келген селди караганды жакшы көрөт. Өзү деле жакшы аңдай бербейт, эмне үчүн ага анчалык кызыгарын. Селдин дал ошол акылсыз кыйраткыч күчү, бузукулугу ага башкача көрүнөт окшобойбу? Сел күткөнгө сабыр керек. Анткени канча күтөсүң, канча убакта келет. Бул сел менен Кудайга гана маалым. Ал көпүрөдө кол чатыр астында толкунданып күтүп жатты селде. Качан келет? Келеби деги. Мындай нөшөрдөн кийин сел келбесе, кусур урганы ошол го. Сабыр түгөнүп баратканда ташкындап келе жаткан улайка сууну көрдү. Бул сел эмнен агызып келет болду экен? Машинеби? Же бирөөнүн өлгөн малыбы? Балким бир чоң даракты тамыры менен үзүп келер. Неси болсо да сел келди. Мына, ал жакындап келе жатат. Эмне деген табияттын албууч күчү бул сел? Кайрат үчүн бул кызыктуу бир кино көргөнгө тети. Жок, кинодон да кызыктуу. Бул сел аябай чоң келди. Бирок Кайрат күткөндөй эч кимдин машинесин же торпогун агызган жок. Буга Кайрат бир аз көңүлү да түшүп калгансыды. Болгону майда бутактар агып баратты. Агып бараткан бутактардын арасынан бир кичинекей кызыл нерсе тааныш көрүндү ага. Бирок кайдан көргөнүн эстей албай жатты. Жамгыр токтоп, сел басаңдай түшкөндө Кайрат үйүнө кайтты. Ошол түнү ал түш көрдү. Түшүнө бүгүнкү сел кирди. Селде 5А класстын баары кайыкка түшүп агып баратыптыр. Кайрат турган көпүрөдө Зебо Кайраттын кол чатырын кармап, агып бараткандарга кол булгап туруптур. Эртеси мектепке Зебо келген жок. Зебо мектепке кийин такыр келбеди.